интернеттегі қазақ тілі деп айтылып жатыр. Енді дөңгелек үстелдерде немесе телебағдарламаларда сұрақ қойылған кезде осы интернетте қазақ тілі қалай дамып жатыр деп сұрап жатыр. Мен көбінесе оған жауабым, енді интернет дегеніміз өзі қоғамның, сол мемлекеттің айырылмас бір бөлшегі. Яғни оның өзі де мемлекеттің ішіндегі бір мемлекет сияқты нәрсе. Себебі интернетті қолданушылар ол жерде яғни белгілі кірген адам тек қана қазақ тілінде сөйлесін, немесе орыс тілінде сөйлесін деп көрінбейді. Әрбір қолданушының өзіне байланысты. Әрбір қолданушы өзіне қандай тілде қажет болса, ақпарат сол тілде алады. Енді мысалы әр мемлекеттің өзі KZ домені бар, мысалы Қазақстанның әрбір мемлекеттің домендік сайттар жүйесінде сол сайттардағы көпшілік қай тілде екені, сол мемлекеттің қай тілді қолданатыны көрініп тұрады. Сондықтан ол интернеттегі қазақ тілі мәселесі дегенде ол интернеттегі бөліп жарымыз, мысалға біздің еліміздегі қазақ тілі мәселесі қандай болса, интернетте де дәл сондай. Мысалға бұқаралық ақпарат құралдары, газет болсын, телевидение болсын, жағдайы қазақ тілінің қандай болса, интернетте де дәл сондай деп айтуға болады. Енді бір өзгешелігі жоқ, бірақ көбінесе қазіргі бір жақсылығымыз сол қоғамда да болсын, интернетте де болсын, қазақ тілінде сайттар көбейіп келе жатыр. Және қазақ тіліндегі сайт қолданушылар да көбейіп келе жатыр. Оның ішінде үкіметтің мысалға мемлекеттің арнайы тапсырмасымен әрбір мемлекеттік мекеме өзінің сайттарын жасауға тапсырыс алған. Сол тапсырыстары бойынша әрбір мемлекеттік мекеменің қазақ тілінде, орыс тілінде және көбісінде ағылшын тілінде де 3 тілдің сайттары бар. Және көбінесе жеке кәсіпорындардың сайттары. Олар да өздері мүмкін бір патриоттық сезімі жағынан немесе басқаша мемлекеттік тілде, яғни KZ домын иеленіп отырғандықтан мемлекеттік тілді қолдау саясатымен де олар да қазіргі уақытта көбінесе жеке кәсіпорындар сайттарынан қазақша тілде қосты. Бұрынғы уақытта мысалға қазақстандық бір кәсіпорынның сайты болатын болса, ол тек қана орыс тілінде болады. Немесе орыс тілінде, ағылшын тілінде болады. Ол қазіргі уақытта байқалғаны қазақ тіліндегісі де қосылды. Көбісінде ол міндетті болып, яғни мемлекет тарапынан міндеттелмегенмен сайт жасаушылардың арасында да қазақ тілінде сайттың болуы ол бір міндетті болып, жағдай болып қалыптасып келе жатыр. Ол өте қуанарлық жағдай. Енді ол тіл жөнінде көп нәрсе айтуға болады, бірақ менің ойымша ең маңыздысы сол біз тілді қалай дамытамыз, енді мемлекетте қалай дамытамыз, интернетте қалай дамытамыз дегенде сол негізгі ойымыз сол интернеттегі сайттарды көбейту керек. Интернетте, яғни қазақ тілінде әрбір өзінің сайты бар мекеме болсын, жеке адам болсын, қазақ тілінде міндетті түрде сайтқа нұсқаларын қою керек. Және интернет құралы ол біздің мемлекетімізде бұқаралық ақпарат құралы болып есептеледі. Сондықтан, яғни бір адамның мысалға жеке телевидение ашуға, немесе газет ашуға қыруар қаржы қажет екені белгілі. Ал жеке сайт ашуға мұндай көп қаражатты қажет етпейді. Және мысалға шетелде болсын, басқа елдерде байқалғандай, әрбір ғалымның, әрбір жазушының, әрбір тіпті үй сыпырушының өзінің жеке сайты болады, жеке блогы болады. Сол жерде ол өзінің ойымен хабарласады, өзінің ойын жазады, өзінің оқырмандарымен сөйлеседі. Яғни интернет дегеніміз ол әрбір адамның жеке ақпарат құралы. Және біздің де сондай қазақ интернетті қоғамдық бірлестігінің бір ақпарат құралы бар. Ол қазақ интернет газеті деп аталады. Қазақ KZ сайты. Бұрын сол Алматы қаласының ішкі саясат департаментінің тапсырысымен ашқан еді. Ал биылдан бастап өзіміз және қоғамдық бірлестікте одағы, Аллажар қолдау қоғамдық қоры қолдауымен қазір интернет газет өз жұмысын жалғастыруда. Және мына технологияның дамуына байланысты қазір қазақ интернет газеті, интернет газет емес, тек қана интернет телевидение, интернет радио жүйесінде қостық. Яғни видеокамера арқылы өзіміз видео ақпараттарды түсіріп, немесе жекелей сұхбаттар алып, оларды интернетке салып, сол арқылы көпшіліктің, яғни қолданысына ие болуға.
және сонымен қатар өзіміздегі хабар, Қазақстан, басқа да телеарналарында мағыналы бір қазақ тіліне байланысты немесе ұлттық мәдени бағдарламаларынан үзінділер немесе белгілі бір жерлерін беріп, көптеген яғни сайтымызды қолданушылардың назарына ұсынып отырмыз. Ол шетелдегі болсын, өзіміздің еліміздегі болсын, көптеген қолданушылар хат арқылы білдіріп, мысалға біз белгілі хабарды көре алмай қалдық, оны сіздердің интернет арқылы көрдік деп алғыстарын білдіріп жатады. Және сонымен қатар қазір көбінесе қазақша сол сайттарды алып қарайтын болсақ, біздің сол қазақ интернет газеті сонымен қатар оңтүстік Кореяда оқып жатқан моңғолиялық азамат, яғни қазақ азаматтары ұйымдастырған Massаған.com деген адресінде Massаған сайты бар. Және керек инфо, солай дегенде сайттар бар. Ол сайттарда да осындай, яғни бұл сайттар мемлекет тарапынан немесе бір жекелеген қаржылық қолдаумен емес, жеке адамдардың өзінің ойымен ашылған сайттар. Оның барлығы қазір интернетте сол жаңа буын, яғни жастардың көп қолданып, жастардың сол мемлекеттік тілді қолдану, қазақ тілін қолдану аясын кеңейтіп, интернет арқылы өз үлестерін қосып жатқанын көрсетеді. Және сонымен қатар көп дамыған нәрсеміз, алдында да айтып кеттім, ол блогтар жүйесі. Яғни блогтар дегеніміз әрбір адамның жеке өзінің күнделігі сияқты. Мысалы шетелде дамығандай, бұрында бір анекдот есебінде хабар болды. Шетелдік сайтпен отандық Ресейдің сайттарында жарияланды. Ресейдің сайты мен шетелдің сайтының қандай айырмашылығы бар деген сөз. Сондағы айырмашылығы, яғни ресейлік бір компания болсын, немесе басқа болсын, сайт ашу үшін ол сайтта әдемілеп, неше түрлі сурет салып, неше түрлі нәрселермен жағдай қиындатып жібереді. Ал Америкада сайт ашу үшін бір адам мысалға футбол жақсы көреді. Сондықтан ол жеке өзі блогын ашады, сол жерге мен футболды жақсы көремін. Менің ойнайтын мысалы командамда бір допты былай келеді. Ана жерде бүйтуге өз пікірін жазады. Ал соған басқа адамдар да өзінің пікірін жазып, сол арқылы ол блогты оқитын адамдар саны көбейеді. Тіпті сол арқылы сол интернеттің де дамуы сол арқылы болып жатыр. Сондықтан барлығымызды, яғни жаңағы Димаш компаниясының басқа жерлерінде айтып жатыр, осы мемлекеттік тілді қолдануға біз қазақ интернет газетіне, яғни арқылы да байланыс жасап, интернет дүкені арқылы да, жүйесі арқылы да осындай әріптестік қарым-қатынас орнатуға болады. Және осындай блогтар жүйесін қолдану мақсатында біз Tor.kz адресінде арнайы блогтар, тегін блог ашу жүйесін ұйымдастырамыз. Сол жерге кез келген адам өзінің блогын ашып, мақаласын, ақпаратын жариялауына болады. Қысқаша осы.